среднего ремонта было предусмотрена реконструкция нескольких улиц города и полмиллиарда миллиарда тенге, в том числе подключение нескольких улиц от дорог до поселка Кур и поселок Жаркын. Мы сейчас сделали дорогу по Жаркыну. У нас финансирования пока не было с областного бюджета, это предусмотрено. Мы на объявление конкурса 100 тысяч тенге предусмотрели. Конкурс первоначально объявили. Конкурс не состоялся, потому что было в рамках федерального контроля замечание финконтроля. То есть это средний ремонт, и написали, что там надо предусматривать скидку не 5%, а 20%, как и в текущем ремонте. Конкурс переобъявили по-новому, повторно по итогам конкурса вышел один подрядчик, соответственно, конкурс не состоялся, тоже отменили. Вот. Сейчас вопрос стоит чисто финансирование. У нас на сегодняшний день производится реконструкция расширения улицы Усть-Каменогорской, у нас там требуется дополнительно 600 миллионов тенге, чтобы в этом году работу закончить. В связи с тем, что у нас сейчас реорганизация областей произошла, у нас получается сейчас с областного бюджета Сочи-Казахстанской области мы недополучаем деньги для финансирования всех наших проектов по среднему ремонту. У нас получается по среднему ремонту вопрос стал по левому берегу и по центральной части города, в том числе по поселку Жаркын. Поэтому, если сейчас я объяснил, что мы перечень проблемных вопросов подготовили вам, мы там тоже указали 600 миллионов по дороге расширения улицы Усть-Каменогорской. Вы должны будете, как планировали встретиться с Данилом Александровичем, обсудить вопросы. Я сказал, если этот вопрос решится финансирование за счет областного бюджета, конкурс мы можем объявить еще раз, у вас пока финансирование не подтверждено. Среду и четверг. Мы можем объявить да, среду четверг позабить етеміз, онсын содан кейін жаңа приоритетное направление 50/50 алдында кірген болады. Онан кейін жаңа қазір енді ары қарай шегеріп жатыр. Бірақ оған қарамастан біз енді жалпы бұл кісілер енді неше жыл болды. Содан конкурс жүріп жатыр ғой. Мына үнемделген неден біз кейбір жылы несін жасап береміз деп жаңағы ойлағанбыз. Оны енді бірақ жұмыстар басталған жоқ, басталған жоқ. Енді қазір үшінші объявление осы сәрсенбіде бейсенбі күні береміз қайта. Иә, осы апта. Сумма 209 миллионов 208 километров дороги отремонтировали. То есть работа там надо 209. 8 километров. Протяженность участка. Нет, протяженность участка ремонтируемой дороги. Нам работа на неделю. Қазір конкурс өткізейін. Онда конкурстың несі қорытындысы болғаннан кейін, содан кейін ақша мәселесін шешіп береміз. Алданамыз, ешқандай проблема жоқ. 209 миллион теңге тауып береміз. Осы неден бюджеттен болмаса да 209 миллион тауып береміз. Шешеміз. Одан басқа ассалаумағалейкум. Біз енді жаңа қоғамдастық мүшесіміз біздің айғай-шуымыз қанша жылдан бері жатқан мәселе. Бізде мәселе көп мәселе. Жарықтандыру. Бізде ауылымызда медпункт жоқ, қаншама халық тұрады. Аққора сияқты қораның артында біреудің бір здание. Ана пандемия кезінде біздің фельдшерді алып келдік. Қаншама адам үйде барды, олар қаншама адамымыз өмірден озып кетті. Не ветврач жоқ. Осы мәселені қозғап. Жолдың мәселесі. Не мал жайылатын жер жоқ. Мына бізді елбасы бұрын Назарбаев мырзаның өзі айтқан осылай ауылды дамыту кереміз кетірсе, дом профсоюзда осылай қаншама халыққа 500 миллиондап бізге ақша береді. Ол малымызда жайылатын жер жоқ бізде. Енді жол мәселесі бар. Біз 2000 неше жыл болды, 12-15 жыл болды көтеріп келе жатқанымыз. 2010-да әле болады, міне болады деді, Ақсуат су басып кетті, сонда келді. Біз қарапайым халық, жан-жақтан келген халыққа ауылда отырған бәріміз 80% қалада жұмыс істейміз. Ауылда түк жоқ. Жалгерлер малын қарап, бала шағасын асырап отырған көпбасты аналарымыз бар, мысалы. Жолдың енді Бақытжан мырза да өзі біледі, алдында Ермак Бидахметовичтер де 7-8 бәрге жақын ауылымызда келген. Ауылдың ішіндегі жолдар міне 7 километр жер 21 ғасырда өмір сүріп тұр. Ең тақау ауыл, біздің жаңа айтпаймыз осы 7 километр жер тұрамыз. Ең тақау. Қараңыздаршы, бізден басқа ауылдың бәрі алыс деп қалғай тұрады. Біздің жолымыз қыста қардың жауында барады. Бүкіл халық деп аяғы ауыр әйел азаматшаларды мысалы Ақчанамен апарған, айтыңыздар, Ақчанамен апарған кезіміз сол. Грейдеровка деген жүрмейді бізде. Анда-санда бір жүреді грейдер. Қазір передний демені ғой, қалдық күнде кетеді машина. Автобустың өзі 1 сағат, 1,5 сағат жүріп келеді. Жұмыстан шығып жатқан азаматтар, азаматшылар бар.
міне жаңа айтқанымыз Каждый народ себе вот нет. жолдың мәселесі. Жол мәселесі. Жолдың мәселесі міне бізде. Қазір міне жолдың мәселесі шешілді. Содан кейін сіз осында неформальный вот, онда сіз осындай неформальный әкім болсаңыз, қазір менімен бірге бесікті жалпы рас, көп проблема жазып бересіз. Содан кейін отырамыз, осында біз облысымызда қалада да бір бағдарлама қабылдайық. Осы нелерге қатысты шалғай аудандарға отырып, біздің проблемамызды қарап шығайық. Бірақ мен сізге қазір нақты жауап бере алмаймын. Мысалы, осы биыл бір күннің ішінде, екі айдың ішінде осы бүкіл проблеманы шешіп беремін. Бірақ осы жолдың проблемасын шешіп беремін. Басқасы қазір бағдарлама жасайық. Содан кейін сіздермен бірге бірлесіп жұмыс жасайық. Оған проблема ешқандай жоқ. Көмектесеміз, ешқандай ушығып көтеру қажеті жоқ. Алаңдаудың да ешқандай қажеті жоқ. Жолдың мәселені шешкен, басқасын. Менімен бірге жүрміз, барас. Жоқ, қазір халық көзін бітіріп алайық та, бізде осындай 2018 бар, 18 қойды ма? Менде 28 миллион бізде ақша бөлінді. Бізде мынау Юнус қалашығынан былай бұрылатын подстанцияға дейін 3 километр жер бар. Сол жерге 28 миллион жүріп, ол жерде вообще трассада жоқ болады. Суда көлік машиналар бәрі сол жерде қалып барады. Айту айғайлар соны қалып бар, әкімдеріміз бар, айтып сол жерде істеген кезде әлі істейміз, міне істейміз, жауып келіп, тегі алырда боран соғып тұрғанда сол жерді істеп, қармен кәдімгідей қатор жасап тастаған. Мен өзім куәмін соған. Сол сияқты мынау асфальтымыз, мынау қар жауып жатқанда күздің күні жаңбырдың астында езіліп, сапасы да болмайды. Шұңқыр, бірақ ерте жарымда істесе деген біздің ойымыз. Бізде майдан басқаларымыз еді. Ол жерде белгіленген 5-ақ сантиметр деп жазылған. Асфальт, енді ойлап тұрыңыз. Бізге көмір келеді, біз қаладан аламыз. Бізге шөп келеді, қаладан аламыз. Біз топырақтың бәрін қаладан аламыз. Ойлаңыз, енді 5 сантиметр жол, мен ойлаймын, доңғалаққа жабысып кетіп қайтадан. Жоқ, ол мәселе осыны мен өзім сельский оқимын. Сапасы жақса, әрине сол жағын қадағаласақ. Жоқ, қадағалағанда мен өтіп сельский оқимын. Әкімбай сельский оқимын. Сельский оқимын, әкімбай. Біржан, кешіріңіз, мен графигім бойынша көп жұмыстарым бар. Сізден кейін барманда сөйлесейін, мен міне сізге 40 минуттан кейін түсіндім. Жоқ, бұл кісімен бірге бір-екі кісі бар, видео бәрін жазбасын. Жол салынатын болды, мәселе шешілетін болды.